Баршаларыңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте ерекше болып шығатын қызылшадан салат дайындайтын боламыз. Ең алдымен достар, каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Енді салатымызды бастаймыз. Ең алдымен қызылшамызды және жұмыртқамызды қайнатып, қызылшаны теркадан өткізіп, және жұмыртқамызбен соленый огурцымызды көбек етіп турап аламыз. Қызып тұрған майымызға бір бас пиязымызды қызарғанша қуырып, оны да қосып, үстінен жарты қасық қара бұрышымызды және керек мөлшерде майонезімізді қосып, барлығын толықтай араластырамыз. Оның үстінен және аскөгімізді немесе көк пиязымызды да ұсақтап етіп турап қоссаңыздар болады. Өте ерекше дәм беретін болады. Осылайша барлығын араластырып, қалауыңыз бойынша сәндеп, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Достар, видео ұнаған болса, маған өз пікіріңізді қалдырып, лайк баса кетуді ұмытпаңыздар. Сізді дәл осылай дайындап көріңіз, ас болсын.